Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Бүгінгі жұмысымыз лестницаның жанына құйып жатырмыз. Мына жерден көрсетейін. Мына жерде тамға диагонал дұрыс шығармаған. Мына жерге гранит төсен деп ек. Гранит төсеп бастады. Мына жер таза 20 сантиметр лестница. Қараңыздар. Фундамент бұярда диагоналдың барлығын дұрыстап шығарған дұрыс болады негізі. Екі жұмыс болып жатыр қазір. Осыны жамақ көрсеткен. Аяғы 20 сантиметр кетті. Үйдің болсын, лестницаның болсын, барлығын есептеп дұрыстап алар ұста жігіттер жасаған айтпесе. Қараңыз, лестница қараңыз көп тұр қазір. Енді гранитпен келтіреміз біз барынша. Мына жақта дұрысталып қалды қазір. Сіздерге кішігірім совет болсын. Мына жақта бітеміз ба деп отқан кезде жұмыс асықпаса керге бар. Көзбен наглаз болса да сұрап тексеріп алған дұрыс болады жұмыс істейді. Ал осындай қателік жасамаңыздар. Сіздерге арнаға жазылып подписка жасап қойыңыздар. Ауылдағы құрылыс каналдың дамуына себеп болыңыздар. Ауылдағы стройка. Мына жерде гранит дейміз. Граниттің бәрін әкеп қойған. Осы гранитті салатын боламын тағы да. Мына жерде тағы бір айтатын нәрсе. Міне 30 қып құйғаннан. Негізі 28 қып құйған дұрыс болады. Ағай. Неге десеңіз, гранитіміз 60 сантиметр болады. 60 сантиметрді 32-34-тен кесіп тастасақ, екінші жағына жетпей қалады уже, расход болады сізде. Сондықтан 28-ден жасасаңыз, ал кішкене алға шығып отырады осылай. Сонда размер сәйкес келеді әдемі. Кішкене үлкейте салу, оны клеймені қалыңдатып жүруге болады. 28-де висатаны 12-13 14 арасында қойса болады. Гранит болатын болса, осы 12-11 дұрыс. Бұл жағы дұрыс құйылған. Өйткені гранит мына жерде көтерілетіні бар. Сонда размер жақсы шығады. Бұл өйткені бетон деген нәрсе қайта жасауға өте қиын. Мен мына жақта 19 таза 19 сантиметр кетіп қалған. Басы мына жерден масталды. Маған тақалып тұр. Енді дұрыс болды бұл қазір. Мына жағы 11 сантиметр кетіп тұр. 11 сантиметр құйылды қазір.
керамогранит болсын, кабель болсын, диагоналдың барын шығарып алады қайтадан өзі. Жаңа уже бастаймыз деп гранит бастағанбыз. Лазер қойып, бәрін есептегенде осындай болып шықты. Қателік жасамас үшін біздің қатемізді сіздер көрмеңіздер деген ниетпен салып жатырмын. Стройка жасап, құрылыс жасап атқан адамдарға байлықтарына сәбет болар деген үміттемін. Сау болыңыздар. Құдай қаласа жұмысымыз бітіп жатқан кезде тағы да салатын боламын. Сәттілік баршаға.